Достар, видео басында яғни осы сөзге назар аударамыз. Достар, бұл яғни бұл осы видеода пин-код орналасқан, яғни бір жерде пин-код орналасқан, сол пин-кодты тауып бірінші коммент жазғандарға 5000 коин Гринвик серверіне беретін боламыз. Сондықтан достар, қатысып соңғы видеоны көреміз. Гауте. Достар, егерсіңдер өте кереметтер сапалы аккаунттар, яғни Гринвик серверіне аккаунт тауып жүрсіңдер, мен бармын достар. Мен достар осы 50 аккаунт сатам. Бұл 50 аккаунт, яғни бұрында 50 болған, қазір игрок, яғни перен жасатылған аккаунт, достар, артында плашы бар. Егер алам десеңіздер, достар, бағасы 2000 теңге. Егер маған сенбейтін болсаңыздар, онда маған келмей ақ қойыңыздар. Типа бостамысқа жазып, кедок дейтінде болсаңыздар, сразу часыға тығамын. Тек алатын нақты балдар келсін. Ешкімді алдамайын балдар, я. Өздеріңіз білесіздер, талап адам менен аккаунт алды, яғни аккаунтта пиарды алды, сондықтан ешкімді алдаған жоқпын. Достар, енді осы аккаунт алам десеңіздер, элсы келіңіздер, ақша бірінші, ал аккаунт екінші, пароль барлығын берем. Бұл аккаунт неге қымбат десеңіз, себебі бұл аккаунт прокатчен және танымал аккаунт. Яғни бір селекция өте мықты ютубер болған, сол арнаның, сол баланың аккаунттарын. Сондықтан сіз алам десеңіздер, элсы келіңіздер. Сен өте керемет арна табылмай жүрсең, мен саған райыс просто додиктен ұсынамын достар. Бұл арнада достар өте сапалы және өте кереметтер видеолар шығады. Достар, аба шапкасы өте әдемі рисованы достар. Сонда арнасы тіркеліп, қолдап мен сияқты тіркеліп кетеміз. Достар, бұл арнада яғни балдар өте кереметтей демфек кидок деген сияқты видео шығып кеткен. Сонда соңғы видеосына барып 10 титтен жазып кетеміз. Ал біз келесі пиарға кеттік. Сен өте кереметтей пулпеші табалмай жүрсен, мен саған айрос деген өте мықты пулпеші адамдасын ұсынамын. Достар, бұл арнада өте кереметтей 156 подписчигі бар екен. Давайте бәріміз 200-ге жеткізіп, соңғы видеосына 10 титтен келіп жазып кетейік. Достар, покажелерді ұтады екен бұл бала, сондықтан анасы тіркеліп қолдап жүреміз. Ал енді мен өз видеома кеттім достар. Тіркеліп қолдап жүреміз қазақ бауырларымызды көте. Достар, алдыңғы мини конкурсты жеңген осы яғни ерлік деген бала, в общем, мен саған қазір топик деген аккаунтына коин жіберетін болам. Балдар, в общем, міне топик дегенге 5000 коин лақтырдым. Сондықтан достар, мені кидок анау-мынау деудің қажеті жоқ. Алдыңғы мини конкурсты жеңген сол баяғы 5000 коинді лақтырдым. Бұл мини конкурсты достар өте кереметте приздар болады достар. Яғни бұл приз достар 3 орын. Бірінші орынға 100 теңге, екінші орынға 10.000 коин, үшінші орынға 5000 коин. Қалай ұтам десеңіздер достар, жағына спонсорға тіркелесіздер, осы видеоға лайк басасыздар. Жайде 2 аккаунтпен лайк басасыздар. Сол кезде 3 адамды осы конкурста таңдап алатын боламын. Жайде фичерсін ашасыздар, арнаға тіркелесіздер. Жаңағы коиндардың барлығын айттым. Осы арнаға яғни барлықтарына сәлем достар. Мен онтик достар, менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видео достар, мен сіздерге яғни өзімнің фамилия деген өте кереметте гильдия ашқанымды айтқым келіп отыр. Бұл гильдияда өте кереметте адамдар бар екенін барлығын осы видеода көресіздер. Және пин-код табуды ұмытпаңыздар, себебі мен осы видеода пин-код тыққан болатынмын. Сол пин-код тапқан адамға мен Гринвик серверінен қосымша 5000 коин беретін боламын. Сондықтан достар, пин-код табуды ұмытпаймыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көреміз достар. Алдында мен видеома кеттім достар, сіздерге лайк, менен видео гауте. Достар, міне мен өте кереметте каткамада келіп жеттім. Достар, енді сіздерге айта берейін. Достар, енді видеоның артынан көргендеріңіздей, достар, мен бір өте кереметте гильдия ашқан болатынмын. Достар, бұл гильдия яғни айтық байын, яғни өйтіп клан, енді клан сияқты гильдия емес балдар. Бұл гильдияда яғни мықты ютуберлер, яғни мықты дегенде әйтеуір МКП-ні дамытамын деп жүрген ютуберлерді мен өзім қосып алған болатынмын. Енді ренжімеңіздер, тамам аттап жүр. В общем, бұл гильдияда достар өте кереметте 1000-нан асқан подписчигі бар ютуберлер, 500-ден асқан ютуберлер, және де 100-ден 200-ден асқан ютуберлер бар. Достар, енді сіздерге айтып кетейін, яғни мен де кірейінші, үйтейінші дейтін балдарға. Енді негізі балдар набір болған жоқ еді. Но достар, бәрібір адамдар толып қойды, сондықтан сіздер кіре алмай қалдыңыздар десем де болады. Енді арттағы шумға мән бермеңіздер, яғни қазір үйде қонақ бар дегендей, сондай негізі бар. Достар, енді сол үшін осы видеоға негізі достар көп тырыса алмай қалдым. Достар, енді мен сіздерге айтып кете берейін достар. Енді бұл яғни неден, то есть бұл жерде яғни айта кетсем клифи, шефл,
және де мен сосын санжик зефолд енді көбісі айтып кетпесем ренжімеңіздер, айта алмасам ренжімеңіздер, себебі кланда балдар талпа мықты ютуберлер бар, яғни бұл жақта біздер күнде дискордта яғни не істейміз, то есть активный болып тұрамыз, үнемі активный тұрамыз балдар, үнемі активныймыз. Бір яғни не күндері, яғни демалыс күндері 20-25 болып бәріміз күніне отырамыз. Енді бұл жерде яғни мен деген бұл сервер достар, мен яғни бұл гильдиямен бостан-босқа яғни бұл прикол ашқан жоқпын, яғни МКП дамысын деп яғни бүкіл ютуберлердің басын өзім қосқыздырдым. Мен достар, яғни менде мынандай түйін болды, яғни бөлінгенде бөліп жетпемей ма, сондай қазақта керемет мақал емес пе? Яғни бәріміз бөлініп жүргенше оданша бірге видео сүрсек вообще ол бомбезный болатын еді, сондай менде ой келді. Сондықтан мен барлық ютуберлердің барлығын қосып осы жерде яғни не істеген болатынбыз. Достар, енді осы яғни біз ПК-шерлерді неге қостық десеңіздер, себебі мен ПК-шерлер бұл жерде ПК-шерлер бізге видеоға көмектесіп, сондықтан ПК-шерлерді қостым. Яғни Педро, Клейф деген сияқты мықты ПК-шерлер бар, видеоға көмектесетін. Және достар, Дэрн деген мықты дизайнерлер, сондай дизайнерлер бар, яғни біздің гильдияда. Енді достар, МКП дамысын десеңіздер, осы видеоға давайте 120-дан 130-дан көп лайк жинап тастайықшы балдар, өтініш. Білем, мен активім, нормально, Аллаға шүкір. Достар, сіздерге көп рахмет, яғни маған көмектесіп, осылай лайк қойып, подписаться кнопкасын басып отқандарыңызға. Және достар, мен екінші арнам бар, яғни екінші арнамда 1900 подписчик бар, сол арнаға да тіркеліп, давай қолдап кетейік балдар. 3000-ға жақында қалды, яғни 2000 подписчикке жақындап қалдым. 3000-ға да жету деген ой бар. Және достар, то есть осы аккаунт сатылады, яғни ол селекс деген өте керемет аккаунт. Қазір қайсыздар, яғни неге міне селекс лов L, яғни жақсы өрет L дегенді сөз жақсы өретсін. Сондай аккаунт, осы аккаунтты алам десеңіздер, L-сы келіңіздер, бағасы 2000 теңге. Қазір алам дейтіндер болсаңыз, сізге 1900-ға 1800-ге түсіріп берем. Достар, егер аккаунттар керек болып жүрсе, яғни аккаунт таба алмасаңыздар, маған жазыңыздар, мен сіздерге любой время көмектесем, яғни аккаунт табуға. Менде аккаунттар жетеді, негізі жетеді. Сол аккаунттарды сату керек. МВП-да, VIP-та ақшаңызға байланысты тауып берем. Мынау ПК-ше келатырмын, мәшіш ұйықтай ғой. Достар, енді мен сізге Қазфамилия туралы барлығын айттым. Яғни оған көмектескен, яғни Макс деген ютубер, яғни 2000 подписчиктері болған. Сол каналды мен қазір алып жүрмін. Сол досым, яғни маған айтқан болатын, давай бәріміз бірге сонда МКП дамиды деген сияқты. Сондай ойлар айтты. Мен содан кейін давай неге мен осылай ютуберлердің басын қоспасқа деген ой келіп, сосын қостым. Мына ПК-ше жалтанып кетірмін, мәшеше ұйықта бар. Сондықтан мен осындай ойға келіп, яғни осындай оймен не істеген болатынмын. Осыны ашқан болатын. Спиди деген бар екен ғой. Ой, достар, ұмытып кетіппін, яғни досымды, өте мықты жақын досым, сол бар. Достар, то есть осындай яғни ютуберлер бар. Достар, енді осы Қазфамилияның барлық пацандарына тіркеліп, Қазақ МКП-сін дамытып жүрген ютубердің бәріне тіркелеміз балдар. В общем, астында комьюнитиде барлығы тұрады, яғни мен барлығын айтпасам ренжімеңіздер, яғни ішінде мықты деген ютуберлердің бәрін қостым, яғни барлығы бар десем де болады. Сонда достар, осы комментарияға, яғни описаниядағы барлық балдардың бәріне тіркелеміз балдар. Енді сіздермен болған мен 10 тик достар, енді осы видеода мен бұл видеоны 2 рет қайталап қыздырып жібердім, себебі анау бір видео түсіріп қойған, ол видео өшіріп қалған. ПК-шерлер енді қанша еткенмен мықты ғой. Давайте достар, пока-пока.